Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі жасау жолда өте оңай, керемет те алатау салатын әзірлейміз. Бұл салатты королевский салат деп те атайды. Салатымызды бір жасап көрсеңіздер, міндетті түрде қайта-қайта жасауларыңыз келеді. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен салатымызға қажетті заттарымыз: бізге салат жапырақтары, салатный листіміз қажет. Және тұздалған қиярымыз, чечеліміз, сырымыз, копченый шұжығымыз, колбасамыз және майонезіміз бен қызанағымыз қажет. Ең алдымен шұжығымызды, колбасамызды алып, сыртын ашып алып, осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Дөңгелек етіп турап алғасын ортасынан бір бөліп, тағы да ортасынан бөліп, осылай үш бұрышты сияқты қылып турап аламыз. Қатты ірі де майда да болып кетпесін. Осылай шұжықтарымызды, колбасаларымызды турап алдық. Енді шұңғылау ыдысымызды алып, турап алған колбасаларымызды саламыз. Енді тұздалған қиярымызды алып, екі шетін алып тастап, екі шетін ортасынан бір бөліп турап аламыз. Менде тұздалған қиярларым майда болғандықтан осылай ортасынан бір бөлдім. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай турап алған тұздалған қиярларымызды да саламыз. Енді қатты сырымызды аламыз. Қатты сыр пайдаланыңыздар. Ең алдымен осылай төрт бұрышты етіп турап алдым. Енді ортасынан бір бөліп, сонда сырымызды үш бұрышты сияқты болды. Осылай барлығын бір келкі қылып турасаңыздар, салаттарыңыз әдемі болып көрінеді. Осылай сырларымды да бірінші осылай ұзынша етіп турап, үш бұрыштыға келтіріп турап алдым. Осылай сырларымызды да турап алдық. Енді сырларымызды да саламыз ыдысымызға. Енді салат жапырақтарымызды аламыз. Салат жапырақтарымызды төрт бұрышты етіп турап алдым. Салат жапырақтарын қолдансаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі болып шығады. Дәмі де. Осылай салат жапырақтарымды, салатный листімізді төрт бұрышты етіп турап алдым. Турап алған салат жапырақтарымызды да ыдысымызға саламыз. Енді қызанағымызды аламыз. Қызанағымызды бірінші осылай дөңгелек етіп турап, ортасынан бөліп, қызанақтарымызды сонда үш бұрышты сияқты қылып турап алдым. Егер шери помидор болса, шери помидорын қолдансаңыздар да болады. Осылай турап алдық. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда көптеген рецепттер бар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Осылай қызанағымызды да турап алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Осылай барлығын турайтындарды турап алдық. Енді майонезімізді қосамыз. Қатты көп қоспаңыздар. 2 ас қасықтай қостым. Енді үстінен тұзымызды қосамыз, дәміне қарай. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша. Осылай жақсылап бір келкі болғанша араластырып алдым. Енді дайындап алған салатымызды тарелкаларымызға саламыз. Осы рецептпен 2 тарелка салат шығады. Осылай салаттарымды салып алдық. Енді чечелімізді алып, бір бөлігін бөліп, чечеліміздің орталарынан ашып шығамыз чечелімізді. Сонда салатымыз әдемі болып көрінеді. Осылай орталарын ашыңыздар чечелдеріміздің. Осылай орталарын ашып алдым. Ашып алған чечелдерімізді енді
салатымызға салып шығамыз. Осылай салып шығамыз. Осылай қонақтарымызға, отбасымызға ұсынамыз. Осымен кереметтей алатау салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған таң жарқын. Қош сау болыңыздар.